мешітте ұйықтап жатыр. Бауырымыз есеп шығарған. Брат, ассалаумалейкум. Қалыңыз. Брат, телефоныңызды ұрласам бола ма? Ұрласа? Иә. Просто оразада. Оразада ұрламайды ма? Жоқ, сол айтып алып кетейін деген ма? Чем былай алып кеткеннен кейін. Бола ма? Жоқ. Болды. Просто солай айтып ұрлаған дұрыс та, чем былай алып кеткен дұрыс па? Алла көріңіз. Ал? Алла көріңіз. Түсінбедім. Алла көріңіз. Болмай ма? Есеп шығарып жатсың, брат. Бұл не есеп? Бұл ма? Репетиция ғой. Бұл Оқушыларға. оқушыларға? Сен сабақ бересің ба? Негізі қай жақтың тумасысың? Қызылорданың тумасысың. Есің кім? Әбді Әзім. Әбді? Әзім. Менің есім Самат. Красавчик, брат. Ораза тұттыңыз. Ораза. Астанада турецкий киім сататын бутик бар. Сапалы киім сататын. Соған барып, полный басынан аяғына дейін киіндірсек. Сен. Мені? Бәрі сөйлей алмай қалдым ғой. Ол сыйлық, жай ғана оразаға сыйлық. Просто так. Кеттік па? Келсеңіз? Кетсеміз. Жүріңіз. Брат, сен тамақ тасисың ба тағы? Арасында көресіз. Көрер. Нан ішінде тамақ бар ма қазір? Ішінде тек ауызашардың бір суы мен финики бар. Финики. Негізі қазір ауызашарға тасып жүрсің ба? Кешке қарай заказ болады, сол кезде тасимын. Так, осы жұп күндері. Так күндері репетиция сабақ беремін. Молодец, еңбекқормын дейсің ғой. Енді былай дейсің. Красавчик. Просто репетиция. Жасың қаншада? 21. Аламыз айфонды, ешеу алады да менің атыма кредит алады ғой сол кезде. Менің атына рассрочки алады. Ал сен қалай алданып қалдың? Болмашы, мысалы, ойлашы, танымайтын біреу саған келеді да, айфон алып бер дейді. Сен айфон алып бере салдың ба? Ол өзім, типа, кешке дейін жаулады, мен мұғаліммін, мен де сондай істеймін деді да. Сосын мен оның атын іздеп көрдім интернеттен. Бар екен ол, республиканский олимпиадчик кісі екен. Математикадан еще тоже. Сосын өзіміз ғой деп не істедім да. Кішкене жүрегім не істеп кеткен болса, білмеймін өзімде. Таңғаламын, әлі қалай алданып қалғанын. Сен жасың ол кезде қаншада еді? Ол кезде 20-да еді. 20-да еді. Рассрочки алды да мен атыма. Кредит шықпайды ол кезде. Рассрочки алды. 20-дағы жастарға ойлашы, сондай үлкен суммада бере сала ма кредит? Ана жерде главный не ғой. Каспийдегі сен табатын ақшаңды көбейтіп көрсетсе алып береді екен ғой. Жарайды. Қара, сенің алданған туралы әке-шешең білді ма? Қай кезде білді? Нақты. Олар қыркүйек айында білді. Қыркүйек айында білді. Оған дейін сен тіс жармадың, айтпадың, білмейді. 4 ай бойы айтқан жоқпын. Мынау кез болды ма? Сен айтпадың, кредитін уақытылы төлемеген соң, сен әке-шеңе звондаған. Жоқ, мен енді сол неге просрочки кетіп тұрған кезде звондап айттым. Кредиттен бірінші. Сол кезде барып мойындадым. Мен осылай алданып қалдым деп, сосын ұрысып. Типа, сізді көріп отырамын ғой тиктоктан, сосын ойлайтын арасында. Маған да бір келем екен деген сияқты, бір көріп қалам екен десе. Сол енді бүгін ондап тұрып, мен даже былай ойлағанмен, одан кейін ұмытып кеттім де ол тұрып. Или анда көшет сатып тұрады, бір коробкаларды 30 мың, 20 мың үстіне түсіп берші оған сондайға. Сондай бірдеңе қатыссам ба деп ше. По идее, сондай бірдеңе болатынын сезіп жүрген негізі. Біраз болған екен былай, полный өзгертіп келген. Киім алмағанына ма? Гардеробты полный Қанша уақыт болды примерно киінбегелі?
жазда бір кийіндім, көктемге сол былтырғыларды кийдім. Абдазим, сен кредитің жабылды. Қойыз. Ал. Ал деймін, сен кредитің соңғы айдың кредиті ғой, дұрыс па? Болды, ал, бұл саған. Жетеді. Бауырым, алшы өтініш. Бұл менің қаражатым емес, бұл халықтың қаражаты. Бізге ол қолдау. Енді қара, сенің басында 2 жұмыс, сен студентсің. Сенің соңғы айыңның кредиті бар. Ол кредитті жай ғана біз халық болып сені қолдадық. Алла қаласа сен 5 жыл, 10 жылдан кейін сен дәл мен сияқты біреуге көмектессең, халық соған разы болады. Міндетті түрде. Халықтың өзіне қайтарамын. Так, бір кроссовка, бір футболка, асты-үсті спортивка, джинсы и асты-үсті спортивка. Болды ғой, а? Болды. Или тағы да аласың ба? Жоқ. Болды ма? Болды. Красавчик. Алла разы болсын сізге. Довольнсың ғой? Ештеңені ұмытпадың ғой? Кредитің жабылды. Жабылды. Жақсы онда. Жақсы. Саған да Алла разы болсын. Берсе келсеңіз. Болды. Жақсы. Кездескенше. Рахмет. Достар, маған міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, және де төменде Каспий Голдтың номері.